қараңғыда айбынды мұрасыз көзқарасы мен өткір дауысы бар қарға. Ол даналық пен тәжірибелікті ұяларында күзетеді және түннің қараңғылығында өлім мен тыныштықтың іздерін қалдырады. Баршаға сәлем достар, сіздермен бүгін қарғалар жайлы қызықты видеомызды бастайтын боламыз. Видеоның соңына дейін тамашалап, лайк басып, бізді қолдап, комментарияларды қалдырып кетіңіздер. Бұл қызықты дүниелер арнасы. Қарға бүткіл солтүстік жарты шарда дерлік кездесетін құс. Бұл корвиттер отбасының ең үлкен өкілі. Сыртқы түрі өте танымал, толығымен қара, тұмсығы күшті және өте әсерлі өлшемді. Қарғаның ұзындығы 70 сантиметрге дейін жетеді. Қанаттары болса 150 сантиметрге дейін жетеді. Қарғалар өте зерек құстар. Сіз қарғалардан тамақты жасырып бір жерге тығып қойсаңыз, қарға оны мұқият бақылап, сіз тамақты жасырып қойған жерді көріп алады және ол жерге барып, сіз жасырып қойған тамақты тез тауып алады. Қарғалар қанша жыл өмір сүреді? Қарғалар 300 жылға дейін өмір сүреді деген пікір бар, бірақ бұл дұрыс емес. Әдетте қарға жабайы табиғатта 15 жыл өмір сүреді, бірақ тұтқында жақсы күтіммен Corvus carex түрінің өкілдері ұзағырақ өмір сүреді. Мысалы ретінде атақты мұнара қарғаларын келтіруге болады. Лондон қамалында тұратын қарғаның өмір сүру ұзақтығы 40 жылға жетті. Қарғаны басқа құстардан ажырату үшін олардан шығаратын дыбыстарды тыңдауға болады. Қарға өзінің қарапайым күрделі емес қарқылдауымен танымал. Сонымен қатар сіз құстарға жақын қарасаңыз, қарғалардың бастарының айналасында және әсіресе олардың тамағына үлпілдеген қауырсындар бар екенін байқайсыз. Қарғаның тұмсығы қалыңырақ, ұшында үлкен қисық болады. Ұшу кезінде құстардың құйрығына назар аудару керек. Қарғаның құйрық қауырсындарының ұзындығы шамамен бірдей, сондықтан оның құйрығы желдеткіш сияқты көрінеді. Қарға құйрық қауырсындарының әртүрлі ұзындығымен ерекшеленеді, сондықтан оның құйрығы сына немесе алмас тәрізді пішінге ие. Тағы бір ерекшелік ұшу стилі. Қарға әдетте жердің үстінде қарқылдайды, ал басқа құстар қанаттарын қағады. Екі ұқсас түрдің арасындағы айырмашылықтары жаяу жүргенде де пайда болады. Қарғалар әдетте жай ғана жерде жүреді, бірақ қарғалар жүру мен секірудің үйлесімділігімен ерекшеленеді. Біз қарғаның ерекше ұзақ өмір сүретінін білдік, бірақ қарға қанша жыл, қанша уақыт өмір сүреді әлде қайда аз. Табиғатта 13 жылға дейін өмір сүреді, ал тұтқында ұстаған қарға 20 жылға дейін өмір сүреді. Қарғаның 60 жасқа дейінгі өмір сүрген жағдайлары да бар. Қарға ол өте, біздің тілде айтқанда, как көшенің балдары сияқты, ол да жан-жақтағы жануарларға тиіскенді жақсы көретін құс. Осы видеоны қараңыздар. Кейде осындай жаман жағдайлар болып қалады. Бұл қарғалар талда жүрген мысыққа да тыныштық бермейді екен ғой. Не деген хулиган десеңдерші. Осы қарғалар мысықтардың әбден мазасын алды және де құйрығынан шыққанды жақсы көретін ұқсайды. Ал мына екі қарға болса, ақ мысықты әбден шұқып мазасын алды. Бір нормальный тамақ ішуге де қоймайды екен. Тіршілік үшін әлбетте күресу керек. Бұл екі қарғаны ақ мысық қуып жіберіп, тамағын жеуге тура келді. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай қарға екі мысықты әбден бір-біріне қарама-қарсы қойып қойды және екеуін төбелестіріп тынбақшы. Видеоны мұқият байқаңыздар. Мына қарға
қайта қара мысықты шұқып, екі мысықты бір-біріне қарсы қоюдан қайтмайтын ұқсайды. Міне, ұрыста басталып кетті. Ал енді қарға ортада судья болып екі мысықты ажыратпақшы, бірақ бұл соңында не болғаны белгісіз. Бұл қара қарғаның жамандығынан итке де тыныштық бермейді екен. Денеңе қарап, үлкенге секір. Ал мына жерде тыныш жатқан кәләмішке де тыныштық бермейді екен. Қараңыздар, бұл қарға вообще қайтатын түрі жоқ. Ал мына қарға итпенен дос болып алған сияқты. Қараңыздар, екеуі ойнап жатқан сияқты. Мә, бұл құстың бұзықтығына нормальный су ішуге де қоймайтын болды ғой. Мұнаны қараңыздар, екі қарға бірігіп алып, шағаланы ары сүйреп, бері сүйреп, әбден мазасын алды. Ал мынау қарғалар болса, талпауы бір шағалаға жабылып жатыр. Бұл әділеттік емес әрине. Мына қарғаны қарасаңыздаршы, біреудің дайын тамағын жұлып алып кетіп қалды. Кішкентай тышқанға да тыныштық бермейтін қандай қарға бұл. Қарасаңыздаршы, бейшара кішкентай тышқанға тыныштық бермейді. Мен вообще таң қалдым. Бұл қарғалар гектарлап дух жинап алған ба деймін. Өзінен үлкен жануарларға секіруден қорқпайды екен. Эх, сегодня что-то неохота. Мынау қарға менің тамағыма құда түсетін болды ғой. Қарға негізінде адамдар сияқты көңіл көтеріп ойнағанды ұнататын құс. Осы видеоны көріңіздер. Мына видеоға қарап, кішкентай кезімде әбден әткеншек теуіп, үсті басымыз кір, жара болған кезде есіме түсіп кетті. Ал мына видеоны көріп, қырманның басына шығып, шанамен әбден сырғанаған кездер есіме түсіп кетті. Не деген керемет шақтар десеңіздер, бұл қарғалар да дәл сондай адам сияқты көңіл көтеруді жақсы көреді екен. Бұл құс ешқашан өз-өзін зеріктірмейтін құс екен. Базар жоқ.
Бұл өте ақылды құс, және де өте айлакер, алаяқ. Және де бұл басқа да жан жануарлардың тыныштығын, мазасын алатын сондай бір ерекше құс. Оның есімі қарға. Мәссаған, мына қарғаның қайтатын түрі жоқ қой. Бір нормальный тамақ жеп алуға да қоймайтын болды ғой вообще. Қарғалар конвиттер тұқымдасына жатады және планетадағы ең ақылды құстардың бірі болып табылады. Олардың әлеуметтік ұйымдастыру деңгейінде жоғары және күрделі иерархиялық құрылымдарын құра алады. Қарғалар өз мақсаттарына жету үшін құралдарды пайдаланады. Қарғалардың мәдени мұрасы дамыған, олар бір-біріне тәжірибе мен білім, соның ішінде азық-түлік орындары мен қауіптер туралы ақпараты береді. Қарғалардың есте сақтау қабілеті жақсы және адамдар мен басқа жануарлардың бет әлпетін ұзақ уақыт есте сақтай алады. Оқу қабілеті және ойлауды қолдануды қажет ететін күрделі мәселелерді шеше алады. Қарғалар жемдіктерді тарту үшін алаяқтарды пайдалана алады. Мысалы, олар жаңғақтарды бөлшектеу және жұмсақ ядроға қол жеткізу үшін жолға лақтыруы мүмкін. Қарғалардың әртүрлі дыбыстарды, ишараларды, қалыптарды қамтитын өзіндік қарым-қатынас тілі бар. Қарғалар, олар күрделі жүйе ойлауға және себеп салдарға байланысты түсіне алады. Қарғалардың өзін-өзін тани алады. Бұл сирек кездесетін қасиет және өзін-өзі танудың жоғары деңгейін көрсетеді. Олар өз аумақтарында қорғау және азық-түлік алу үшін топтық тактиканы қолдана алады. Қарғалар эмоциялық реакцияларды көрсетеді, соның ішінде қуаныш, қайғы және ашу. Қарғалар оларды алдауға қабілетті және қауіптен аулақ болу немесе олжаны ұстау үшін өздерін камуфляж жасай алады. Қарғалардың әділеттік сезімі жақсы дамыған. Олар топ ішінде мінез-құлық ережелерін бұзғаны үшін басқа қарғаны жазалай алады. Олар креативті ойшылдар және мәселенің инновациялық шешімдерін таба алады. Қарғалардың бағдарлау қабілеті өте жақсы және олар тамақ жасырған жерлерін тез есте сақтай алады. Олардың басқа құстар дыбысына, тіпті адамның сөйлеу дыбыстарына еліктеуді қоса алады. Қарғалардың өзін-өзін емдеу қабілеті бар. Олар паразиттер мен аурулармен күресу үшін емдік қасиеті бар өсімдіктерді пайдаланады. Қарғалардың жаңа объектілер мен жағдайларды зерттей отырып, қызығушылық пен зерттеушілік мінез-құлқын көрсете алады. Олардың отбасылық инстинкті күші және сәбилеріне қамқор жасай алады. Қарғалардың жаңғақтарды немесе қуырылған тағамдарды бөлшектеу үшін көлік сияқты нәрселерді пайдаланады. Қарғалар түстер мен пішіндерді ажырата алады. Бұл оларға тамақ табуға және қауіпті анықтауға көмектеседі. Айна арқылы қоршаған ортаны қарғалар бақылай алады. Қарғалардың интеллектуалдық икемділігі жоғары және жаңа жағдайға өзгермелі ортаға бейімделуге қабілетті. Олар басқа қарғаларға жаңа мінез-құлық стратегиялары мен тамақ алу жолдарын үйрете алады. Қарғалардың өз қалауы мен жеке ерекшеліктері бар. Қарғалар есептерді шешу үшін жарнама белгілі қолданылады. Мысалы, олар жасырылған тағамды табу үшін металл беттен күн сәулесін шағылыстыруына пайдаланылады. Олардың өзара түсінігі жоғары және ортақ мақсатқа жету үшін басқа қарғалармен ынтымақтаса алады. Қарғалар қызығушылық танытады және тәжірибесі мен білімін кеңейту үшін жаңа объектілер мен жағдайларды зерттей алады. Олардың әлеуметтік дағдыларын дамыған және басқа да қарғалармен дыбыстары арқылы алмаса алады. Қарғалар өз тобының басқа мүшелеріне жанашырлық танытады және ауру жарақат алған қарғаларға көмектесе алады. Олар тәуекелді талдауға және бағалауға қабілетті. Бұл оларға қауіпті жағдайлардан аулақ болуға көмектеседі. Қарғалар дыбыс шақыру немесе басқа
қарғалармен бірге жыртқыштар тобына шабуыл жасау арқылы жыртқыштарға қарсы қорғаныс құралдарды пайдаланады. Қарғалардың ұзақ өмір сүру мерзімін жоспарлау қабілеті бар. Мысалы, олар азық-түлікті болашақта пайдалану үшін қыста сақтай алады. Қарғалар құстар мен жануарлардың басқа түрлерін қарым-қатынас орнату кезінде әлеуметтік дағдыларды көрсетеді. Олардың қоршаған орта дыбыстарына, соның ішінде басқа құстардың дыбыстарына және қала шуларына еліктеу қабілеті бар. Қарғалар әртүрлі заттар мен орындардың көп санын таниды және есте сақтай алады. Топ балалар сияқты су шелпектен жеткізу үшін тастарды пайдаланады. Қарғалар ауада айналатын немесе жерде дөңгеленетін заттармен ойнау арқылы ойынға деген сүйіспеншілігін көрсете алады. Қарғалар жабық контейнерлерді ашуды, әртүрлі нұсқалары сияқты күрделі жұмбақтарды шешу арқылы ақыл-ой дағдыларын пайдаланады. Олар жыртқыштармен байланысу немесе қорқыту үшін басқа жануарларды немесе заттардың дыбыстарын еліктей алады. Қарғалардың уақыт сезімі жақсы дамыған. Мысалы, олар күн сайын болмаса да белгілі бір азықтандыру уақытына келуі мүмкін. Қарғалар тағамның әртүрлі түрлерін ажырата алады және ең қоректік және қауіпсіз нұсқаларын таңдай алады. Олардың проблемаларды шешу шығармашылығымен жұмыс істей алады және олар мақсаттарына жетудің жаңашыл жолдарын таба алады. Қарғалардың өз тобында адалдық пен белгілік танытады. Ортақ мүдделер мен өмір сүруге қол жеткізу үшін бірге жұмыс істейді. Қарға ақылды құс. Көріп тұрғандарыңыздай, ол жемді алу үшін судың бетіне тасты лақтырады және де сол су жемді көтерген кезде ол жемді тез жеп алады. Қарғаның ақылдылығы. Ол тұмсығына белгілі бір затты алып, өзіне керек жемді кез келген жерден тартып алуға әрекет жасайды. Бұндай ақылды құстар сирек кездеседі. Дүние жүзінде қарғалар тұқымдасына жататын құстардың 47 түрі бар. Жапонияда қарғалардың 5 түрі бар. Қарғалардың тіршілік ету ортасы мен тағамдарды таңдауы жоғары икемділігіне байланысты. Қарға арктикалық жағалаулардан бастап биік таулы тундра мен шөлдерге дейінгі көптеген ландшафттарда кездеседі. Қарғаның таралу аймағы көбінесе жарты теңіз жағалауында бұталы өсімдіктер бар терең өзен аңғарларында шоғырланған. Қарғаларды салыстырғанда қаңқалар, капюшондар және соқырлар қарғалар антропогендік ландшафттармен аз байланысты. Дегенмен мезгіл-мезгіл олар қараусыз қалған ауылдарда және шағын елді мекендердің шетінде орналасқан. Үлкен қалалардың ішінде қарғаны көбінесе тек Улан-Баторда және Калифорнияның Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сан-Франциско және Риверсайд саябақ аймақтарында кездестіруге болады. Ориентологтар Мальчевский мен Пукинскийдің пікірінше 20 ғасырдың екінші жартысында Ресейдің солтүстік батысында қарғаның синантропозициялау үрдісі байқалды. Атап айтқанда, құстар қала маңына ұялай бастады. Ақ қауырсынды бар қарғалар табиғатта өте сирек кездеседі. Өйткені олардың түсі өте сирек кездесетін мутация, альбинизмге байланысты. Олардың көрінуіне байланысты жыртқыштарға осал. Ақ қарға әдеттен тыс басқалардан қайшылық символы. Көбінесе қасіретпен, түсінбеушілікпен және басқалардан алшақтаумен және сонымен бірге белгілі бір таңдаулылықпен, тазалықпен және қорғансыздықпен байланысты. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға көп рахмет. Осындай видеолар жоғалтып алмау үшін біздің каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де комментарий, пікірлеріңіз қалдырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Біз сіздердің әрбір жазған комментарийларыңызды оқимыз. Және де келесіде бұдан да қызықты видеолар салуға әрекетімізді істейміз.
Сіздермен болған қызықты дүниелер каналы. Рахмет, сау сәлемет, аман болыңыздар.